Сәлем достар, бүгінгі видеода Tesla деген компания, Tesla деген барлығымыздың білетін электроник машина шығаратын компанияның стокі не үшін өсіп жатыр, не үшін жаңағы $300-дан $900 барды, $900-дан $1,700 барды, $1,700-дан қазір $2,000 асып кетті. Оның ар жағында қандай себептер болды деген несі туралы көреміз. Және де stock split деген ағылшынша, қазақша болғанда стоктың бөлінуі, сол туралы түсіндіріп кететін боламыз. Tesla компаниясы жалпы барлығымыз білетін Elon Musk деген адамның алғаш шығарған компаниясы, жалпы электроник компания, электроник машина шығаратын компания. Жалпы болғанда стоктың өсіп жатқан негізгі себебі жалпы біздің тілмен айтқан кезде, жеңіл тілмен айтқанда хайп сияқты. Жалпы стоктың соңғы кезде көп стоктардың өсетін көп себебі болғанда, жалпы неге жатады? Жаңағы стоктың жаңалығы ар жағында адамдардың сенімі, медиа, social медиа деген нәрсе өте қатты стоктың жалпы өсіп жатқанына әсер етіп жатыр. Біз осы стоктың жалпы Тесланың болғанда алдында $1,000-дан өсіп $1,700-ге дейін бір барды, тоқтамай бір барды, одан түсіп $1,200-300-ге барып, қайтадан өсіп $1,000-2,000-дан өскен жағдай бар. Соның енді не үшін біріншісінде не үшін, екіншісінде не үшін екіге бөліп түсіндіруге тырысайық. Біріншісінде стоктың жалпы earnings деген болады. Earnings бұл қоғамдық компания болғанда, қоғамдық компаниялар 3 ай сайын жаңағы репорт береді. Осындай машина саттық, осындай пайда көрдік, қарызымыз осынша, осынша ақшамыз бар, осынша машина, осынша немен сатып, осыншама пайда көрдік деген сияқты. Сондай не береді. Сонысы шығардың алдында, ол кезде пандемик, коронавирусқа байланысты стоктардың несі біраз белгісіз болып тұрды. Жалпы көп компаниялардың жағдайы сондайлар болып тұрды. Бірақ та соған қарамастан Tesla компанияның жалпы стокі өсе бастады. Неге дегенде жаңағы инвесторлар, біз сияқты инвесторлар, трейдерлар, адамдардың жалпы earningsі жақсы шығады деген сондай жаңағы енді біздің тілмен айтқанда өсек-аяң, сондай жаңағы social медиамен тарап кеткеніне байланысты адамдардың жаңағы күтуі жақсы шығады, өте басқа компанияларға салыстырғанда өте жақсы шығады деген сондай өсек-аяңмен негізінде адамдардың сенімімен өсіп кеткен жағдай болды. Оның сыртында олар жаңағы қанша машина сатқан несінің барлығын түсіндіріп алдын ала жариялап осындай машина шығардық деп айтты. Оны адамдардың енді несі бойынша, көзқарасы бойынша жаңағыда пандемик кезінде бұл жақсы көрсеткіш деп. Сонымен алдыңғы 1000-нан өсіп 1700-ге дейін барып, одан түсіп қайтадан түскеннен кейін earnings жақсы шықты. Негізінде басқа компаниялар салыстырғанда қосу шықты, жақсы шықты, бірақ та компания earnings шыққаннан кейін қатты өскен жоқ. Бірақ та одан кейін компания қайтадан өсті. Қазір жағдайда компанияның соңғы бағасы 2000-нан жоғары. Бұл 2000-нан жоғары өскен себебі негізінде екі себеп. Біріншісі болған кезде бұл S&P 500 деген индекстің ішіне кірейіндеп жатыр деген сөз. Сондай жаңалық тағы да өсек-аяң. Негізінде соған кіреді деген жаңалық шығып кетті. Содан кейін егер кіретін болса, ол Американың ең үлкен 500 компаниясының ішіне кіріп жатыр деген сөз. Екіншісі жаңалық болғанда split. Split дегеніміз болғанда, бүгінгі неде болғанда split туралы жалпы айтатын боламыз. Split дегеніміз жалпы Tesla компанияның мысалы қазір жағдайда стокі $2,043 дейтін болсақ, ол компанияның сплиті бұл жолы бұл 5/1-дің сплитін жасап жатыр. Септембірдің 30 күні, 9-шы айдың 30 деген сөз, бірінші күн, Monday, Нью-Йорк уақытында таңертең сплит болады деген сөз. Негізінде осы аптаның бірінші күні бұл батысты болатын, бірақ та болған жоқ. Бұл жолы бұл жерде болған кезде, қарасаңыздар, жаңа маркет кап деп біз өткен видеода айтқанбыз, компания құны өзгермейді. Ол мысалы қазір жағдайда 382 биллион болса, сол қалыпты тұрады деген сөз. Бірақ та сіз мысалы бір шеріңізді сіз егер $2,042 бір шер алған болсаңыз, сол бір шеріңіз қажет дегенде 5 шер болады деген сөз. Бір шеріңіз 5 шер болады деген сөз. Сіздің
компанияның бағасы 4-ке азаяды деген сөз. Ол деген сөз, мысалы енді Тесланың компаниясы сплит жасалғаннан кейін әрбір бағасы жобамен $400 маңайында болады деген сөз. Ал қазір неге сплит жасалады деген кезде адамдар, мысалы сіз Tesla компаниясына инвестиция жасау үшін сізде жоқ дегенде сізде $2000 болу керек бір жаңа акциясын сатып алу үшін. Ал енді сплит жасалғаннан кейін оның бағасы 400 қанша болатын болғандықтан адамдар сатып алатын мүмкіндігі жоғарылайды. Адамдар инвест жасайтын мүмкіндігі жоғарылайды. Мысалы аз ақшасы бар адамдар, немесе кейбір адамдар аз ақшамен көп сток көп жаңа акция алғысы келеді деген сөз. Сондай көптеген немен жалпы сплит деген нәрсе болады. Сондықтан бұл Теслада осындай сплит деген нәрсе болып жатыр. Мүмкін менің өзім, сондықтан бұл қазір де өсіп жатыр. Қазір болғанда all time high деп айтамыз ағылшынша. Ол не деген сөз дегенде ең жоғарғы, сток ашылғаннан бері ең жоғарғы бағада тұр деген сөз. Ол өте жақсы көрсеткіш Tesla компания үшін. Жалпы болғанда компанияның сплиті болып, компания жаңа акциясының құны арзандаған кезде енді сізде де көп сток ала аласыз, және де басқа адамдар да ала бастайды. Оларға арзан көрінеді деген сөз, арзан сезіледі деген сөз. Бірақ та басқа ештеңе өзгермейді. Сіздің шеріңіздің, мысалы сіздің бір шеріңіз 5 шер болады, бірақ та құны өзгермейді деген сөз. Сіздің құны 5 шердің құны айналып келгенде сол 2000 қанша доллар болады деген сөз. Сондықтан бұл жерде ешқандай бір басыңызды ауыртып шатасатын ештеңе жоқ. Жалпы болғанда осындай компанияның несі болғанда осындай. Ал егер басқа да сұрақтарыңыз болса, комментке жаза кетіңіздер, немесе біздің лайв сабаққа, және де Фейсбукқа, Инстаграмға жазылсаңыздар болады. Бізде веб-сайтта сабақтар, видео сабақтар бар, лайв сабақтар жүріп тұрады. Инстаграмға нелер салып отырамыз, және де giveaway, жаңа конкурс жүргізіп жатыр, тегін курстар, видео сабақтарын таратып жатырмыз. Қатысатын болсаңыз, менің Инстаграмға қатысып көруге тырысыңыз, және subscribe, like, келесі видеода кездескенше peace.